Пойызда егерде ұзақ жол жүріп ішіңіз пысып не істеріңіз білмесеңіз, осы кеңестерді есте сақтаңыз. Ендеше бұл пайдалы блог? Пайдалы болсын. Кеттік. Бірінші, әрине бұл кітап оқу. Егер кітаптан да ішіңіз пысса, онда екінші, офлайн ойындарды жүктеп алыңыз. Себебі о жақта неше түрлі қызықты ойындар бар. Интернетсіз осы ойындардың кез келген түрін ойнай аласыз. Өзіңіз телефон шұқылап атқанда жарнамадан шыға беретін ойындар түрі бар ғой. Дәл сондай ойындардың жүздеген түрі бар. Солардың барлығын емін-еркін қосып ойнай аласыз. Ал енді үшінші, ол осы телефоныңыздағы как раз память жетпей жатқан кезде керек емес файлдардың барлығын өшіру. Сізде ол үшін осыншама уақыт бар. Сондықтан да асықпай удалить етіп шықсаңыз болады. Ал енді төртіншісі, ол өзіңізбен бірге кетіп бара жатқан жолаушылармен бірге ас ішу. Дұрыс па? Дұрыс. Вот, ас болсын. Бесіншісі, ол әрине ұйықтау. Сізде өте көп уақыт болады, сондықтан да асықпай жатып ұйықтап алсаңыз болады. Свет сөндіріңдер. Осы кеңестердің барлығын дұрыс қолдансаңыз, уақытыңыздың қалай өткенін байқамай қаласыз және жетер жеріңізге өте жылдам жетесіз. Бұл пайдалы блог, ендеше пайдалы болсын. Осы видеоға лайк басып, барлық жолаушы таныстарыңызға, таныс тамырларыңызға, WhatsApp чаттарға таратуды ұмытпаңыздар.